боксшылар тас түйін дайын. Ендеше бүгінгі кездесудің төрешісі Юрий Копцев, ресейлік төреші, екі боксшыны ортаға шақырды. Ережелерді еске салды. Ендеше бәрде дайын, бәрде тас түйін дайын. Біздің отандасымыз Қанат Исламда тас түйін дайын екені күмәнсіз. Бокс үшін қайта туған азамат деп айдарласақ артық емес шығар, өйткені бұл жігіт өздеріңіз білесіздер, аса ауыр жарақаттан кейін оралды. Тамаша соқ. Алғаш соқмен ақылады, құрмет көрермендер. Да, поспешил Қанат Ислам, не дал нам насладиться красивым боксом. На первой же минуте глубокий нокаут он отправил Хулио де Хесуса и стал обладателем интерконтинентального пояса WBO. Жарайсың. Құрмет көрермендер, қараңыздар, ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Біздің тіпті 2-3 сөз айтуымызға да мүмкіндік берген жоқ. Қандай ауыр соқ болды. Әлде орнынан тұра алатын емес Хесус, Хулио де Хесус. 27 кездесу өткізіп, соның 24-ін